Сәлем достар, бүгінгі түс жору шығарылымда тышқан және көртышқан түске неге кіреді? Түс жорымас бұрын, ең алдымен каналыма подписация жасап, видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Ал ендеше бастайық. Түсінде тышқан көрсеңіз, ол түс сізге ескерту. Тышқан шебі соғыс, аштық алапат. Өлі тышқан қаржылай қиындық көру. Ұйқыға кірген тышқан отбасылық келеңсіздіктер мен достардың шынайы еместігін көрсетеді. Ал кәсіптегі істер ауыз аштыратын сипатқа ие болады. Тышқанды өлтіруіңіз қиындықтарыңызды жеңіп шығатыныңызды білдіреді. Оған қашып кетуге мүмкіндік беру, күмәнді нәтижелермен күресу. Жас қыз үшін түсінде тышқанды көру, оның құпия қастарының бар екендігі туралы белгі. Олардың тарапынан болатын өтіріктер туралы да болуы ықтимал. Өз көйлегінде тышқанды көрсе, алда болатын ұрыста басты рөлдің біріне көрінеді, немесе ол ұрысты бастайды. Ал егер түсіңізде тышқанды қолдан тамақтандырсаңыз, қауіпті жағдайлардың алдын алу үшін сабырлық танытуыңыз керек. Түсіңізде тышқанды көру, көршілеріңіздің қолынан таяқ жеп немесе алданып қалатыныңыздың белгісі. Сонымен қоса, бұл серіктестеріңізбен жанжалдасуыңыз да болуы мүмкін. Түсіңізде тышқанды ұстау, адамсыздықты жек көріп, жауларыңызды лайықты жеңіп шығатыныңызды көрсетеді. Тышқанды өлтіру, кез келген істен жеңімпаз болып шығу. Достар, осымен бүгінгі түс жору шығарылымы аяқталды. Видео ұнаса лайк басып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.